Егер сіз әлі күнге дейін дыбыстарды осы ретпен үйретіп жүрген болсаңыз, онда видеоны соңына дейін көріңіз. Көптеген мұғалімдер дыбыстарды алфавиттік ретпен үйретеді. A, B, C, D деп. Өзіміз де солай үйренгенбіз кезінде. Бірақ та ол дұрыс емес. Өзіңіз ойланып көріңізші. A, B, C, D деген дыбыстарды бірінші үйретсеңіз, ол дыбыстан қанша сөз құрай аласыз? Балаға қанша сөз оқыта аласыз? Өте аз. Жоқ десек те болады. Ал егер де қолданылу жиілігіне байланысты ретімен үйрететін болсаңыз, фоникс ережелеріне сай, онда баланы оқытып үйретуге жеңіл болады. Мысалы, фоникс ережелерінің көпшілігіне сәйкес, ең бірінші топта бізде сәт, пен деген дыбыстары үйретіледі. Себебі ол дыбыстардан көптеген сөздер құрауға болады, және сол сөздерді балаға уже blending, decoding арқылы оқытып үйретуге болады. Сонда сіз уже бірінші сабақтан бастап балаға бір буынды қысқа сөздерді оқытып үйрете аласыз.